химия пәнінің мұғалімі болдым. Мынау менің кабинетім, бәрін қолдан істейтінбіз, ол кезде мынандай не жоқ. Сол ағаштан, шыныдан, жақсырып әйтеуір барлығын ақырын жасайтынбыз. Соның ішінде қаншама ғылым кандидаты болды химиядан, грантқа түскен қаншама оқушыларым болды. Соған мен стенд жасап, мына жерде мамандығым мақтанышым деп жазып қойғам. Енді ол кейіннен өзгерді, басқа мұғалім қазір химия пәнін оқымайсыңдар ғой сендер. 8-ші класстан бастап оқисыңдар, е? Сол кезде түсінесіңдер еді. Сондай болған, қазір бір оқушым доктор, оқушыларымызды көргенде төбеміз көкке жетіп тұрады. Келешекте сендер де сол ұстаздарыңды қуанды, осы біз сияқты ұстаздарында ұлағат ұстаз болып, осы мектепте жақсы пенсияға шығуына тілектеспін Айгүл да енді біздің алдымызда сабақ оқыған, қазір сендердің алдарында ұстаз болып тұр. Өте қуаныштымын осы өзімнің кабинетімді көргеніме, жаңағының барлығы елестеп көз алдыма. Сол сендер сияқты кішкентай шәкірттерге жаңағы сабақ бергеніме, мына жерде неше түрлі проверкалар болатын, неше түрлі тәжірибе жасайтынбыз, балалар қызығатын. Енді сонда кейбір балаларым айтады, басқа жаққа оқуға барған, мұғалім, бір балалар проверка дегеннің не екенін білмейді дейді. Сізге рахмет деп маған солай айтты. Мен соған өте қуанамын. Енді не айтайық, енді осындай 90 жылдықтан кейін 100 жылдықты көруге жазсын бәрімізге. Аман есен, сендер ол кезде үлкен боласыңдар. Нұртай мұғалім, сізге жақсы денсаушылық тілеймін мен. Сондай үлкен басыңызбен келіп отыр екенсіз. Қымбат, мысалы, менің балаларымның бастауыш мектепте берген мұғалімі, Жамбылда деген ұлым бар, Жәжіра деген қызым бар, сол кісіге мұғалім болған осы бастауышта. Қандай жақсы білім алып, қазір соның барлығы өз орнын тауып өмірде барлығы еңбек етіп жүр. Айгүл саған ақ жол, жақсы еңбек, балалар жақсы еңбек. Райыман, рахмет. Көп рахмет. Осыны сөзім. Айтам дұрыстыңыз, варлар жүрген тілек ниеттеріңіз айта қойыңыз.